Сәлем достар, мен Тоқшайұлы Жанғали, Тараз инновациялық гуманитарлық университетінің студенттік ректорымын. Жаңа оқу жылы құтты болсын. Ал біздің университетімізді таңдап бірінші курсқа түскен студенттер, қош келдіңіздер. Құрметті бірінші курс студенттері, мен сіздерге бүгін университетіміздің ерекшеліктері мен қалыптасқан дәстүрі жайлы баяндайтын боламын. Олай болса, менімен бірге бүгін сіздерге университетіміздің тынысы жайлы айтатын әріптестеріммен таныстырайын. Білім факультетінің студенттік деканы Үсенова Балнұр және студенттің шығармашылық орталық жетекшісі Мыңбаева Анеля. Оңтүстік аймақтағы іргелі жоғарғы оқу орындарының бірі Тараз инновациялық гуманитарлық университеті 2008 жылы құрылған. Университетімізде студенттердің жоғары сапалы білім алуына толыққанды жағдай жасалған. Ал Балнұр, сен бұл жайлы не айтар едің? Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер. Біздің университетімізде 35 білім беру бағдарламасы 9 бағыт бойынша жұмыс жасайды. Студенттерге заманауи лабораториялар, оқу залдары, оқу ғимараттары, спорт кешені, ғылыми зерттеу орталығы, сонымен қатар жаңа студенттер үйі қызмет көрсетеді. Ал студенттер бос уақытында немен айналысады десеңіз, ол жайында әріптесім Анеля баяндасын. Сәлем достар, жаңа жобалар мен идеяларды өз мақсаттарын жүзеге асырудағы ең керемет кезеңдердің бірі студенттік өмір біздің университетімізде мазмұнды жоспарланған. Студенттердің ғылыми қоғамы, шығармашылық өнер ұжымдары, танымдық клубтар мен үйірмелер, спорт секциялары студенттің бос уақытын тиімді ұйымдастыруға арналған. Бірінші курс студенті сабақтан бос уақытында міндетті түрде осы ұйымдардың біріне мүше болып, шығармашыл болуға талпын. Достар, университетімізде студенттік өзін-өзі басқару ұйымы жұмыс жасайды. Жанғали, бірінші курс студенттеріне студенттік өзін-өзі басқару жүйесінің жұмысы жайлы түсіндіріп өтейік. Әрине, студенттік өзін-өзі басқару ұйымы бұл студенттердің оқуын, бос уақытын, тұрмысын ұйымдастыруға, түрлі бастамаларды қолдауға негізделген мәселелерді шешудегі қоғамдық қызметтің ерекше түрі. Бұның мақсаты студент жастардың жауапкершілігі мен азаматтық позициясын, әлеуметтік белсенділіктер мен көшбасшылық қабілеттерін дамытуға үлкен ықпал етеді. Тигуда студенттерге ерекше құрметпен қарау, олардың әрбір бастамаларына қолдау көрсету және де әлеуметтік жағынан да қолдап жүру біздің басты міндеттеріміздің бірі болып табылады. Осы ұйымның құрамындағы студенттік ректор мен студенттік декандар университеттің басшы органы, ғылыми кеңестің мүшелері болып табылады. Балнұр, студенттік өзін-өзі басқару жүйесі тағы қандай жұмыстар атқарады? Өте орынды сұрағыңа рахмет, Жанғали. Студенттер әрдайым өз проблемасы жөнінде студенттік ректоратқа айтылады. Және студенттік ректорат өз кезегінде ол мәселелерді оңтайлы шешуіне көмектеседі. Студенттік ректорат оқу, тәрбие, білім жөніндегі жұмыстарға белсенді жұмыс жасайды. Сонымен қатар әлеуметтік сауалнамалар жүргізеді. Университет басшылығына студенттердің мәселелеріне байланысты ұсыныстар тастайды. Сондай-ақ студенттік ректорат мүшелері мен белсенді студенттер өздерін қызықтырған түрлі мәселелер бойынша университет ректорымен ашық әңгімеде ойларын ортаға тастай алады. Біздің университет жүйелі түрде ректормен кездесу, студенттерге арналған ректор сағатын өткізу дәстүрге айналған. Әрбір студент өзінің жеке проблемаларын ректор блогына жаза алады. Сонымен қатар, қазіргі кездегі онлайн оқу жүйесіне байланысты студенттер оның қалай өткізіліп жатқанына, қалай ұйымдастырылып жатқанына, сессияға байланысты сұрақтар және студенттер үйіне орналасуға байланысты сұрақтармен жолға алады. Біздің басты қағидамыз ашықтық, нақтылық, жауапкершілік және сенім. Ендігі кезекте достар, құрметті бірінші курс студенттері, мына жағдайларды бірінші күннен бастап есте сақтаған жөн. Біріншіден, университетіміздің ішкі тәртібін қатаң сақтау. Екіншіден, қазіргі карантин жағдайларына байланысты барлық карантин режимін талаптарын орындау. Үшіншіден, оқу, ғылым, тәрбие жұмыстарына белсенді қатысу, оқу үлгеріміне жауапкершілікпен қарау. Төртіншіден, куратормен және де факультет деканымен үздіксіз байланыста болу. Бесіншіден, университет имиджіне нұқсан келтірмеу. Тигудың студенті деген атты жоғары ұстау. Бірінші курс студенттері, Тигудың студенттер қатарына қош келдіңіздер. Біз алдағы уақытта сіздермен бірлесіп жұмыс жасайтын боламыз. Біздің студенттік өміріміз мазмұнды да қызықты өтетіндігін сеніммен айта аламыз.